Бәріңе сәлем достар, сендер әдеттегідей Жуканайдың каналындасыңдар. Бүгін біз өзімізге отбасы іздейтін боламыз, бірақтан да мынаны қараңдар. Ух ты! Мұнда Криштиану Роналду жүр, бір балақай жүр, және осы Роблокстың ішінде бір ойын бар еді ғой, білесіңдер ме? Ұрлықшылардың несі. Мына қараңдар, сондай маскамен біреу жүр. Ух ты! Күшті, я? Қараңдаршы. Бұлар не істейді екен? Так, сонымен өзімізге мама іздейік алдымен, я? Так, мама керек, мен деп жаздық. Уқты, нағарандар, екінші сыңары келді. Ема, уқты, маған біреу, уқты. О, мен сестренкамда ойынға қосылды. Нағарандар, мынау мен алып баратыр. Прикинь, мен мама іздеген по идее бар ғой, мынау мамаға ұқсамайды. Так, сұрайықшы, қайда алып бара жатсын бізді? Может, орыс, может, шетелдің адамы, білмеймін. Ой, тоқта қалды. Жоқ. Нағаранда достар, мені мына жаққа алып келді. Ағылшын ғой деймін, атын қараңдаршы, өткен никнеймін, я, ағылшынға ұқсайды. Сонымен Пентахаустың земля, мына жерлер бізге блокировка де тұр ғой, бізге алынбайтыншы. Соған қарағанда бұлар VIP тарифін сатып алған ғой деймін. Ой, мен лақтыра салды. Так, не істейміз? Жоқ, қайтан перенос. Тұра тұрыңдар. Так, қайдамыз біз? Үй алтынан қараңдар, үлкен үй алты, уқты. Сестренкам бұл кім деп сұрап жатыр. Мені таныстыршы дейді сестренкам. Менің Аси деген сестренкам бар. Мен сонымен жиі ойнап жүрмін қазір. Қайда кетті өзі? Құрсан жаңағы адам қайда достар? Жоқ болып кетті. Так, сестренкам айтады, мен де ойнайыншы сендермен бірге дейді. Қазір мынаған хей дейді. Қазір бұнымен таныстырып көрейік, айтайық. Сестренкам тоже ойнасын деп. Қазір күте тұрыңдар, бұл не ағып жүр өзі бізді қалдыр кетіп мына жерде. Ой, мынау, мен деген бұна рұқсат сұрап тұрсам, тұра тұр, мені ұрып жатыр, давай, ойнағысы кеп тұр ғой деймін, ойнайға ал. Бұл мен сестрам дейді, перенос, сестренкам беріп жатыр, тадыр, құлай салшы, Аси, құлай салшы, ұрып жатыр, что-то бір планы бар деймін, бұны бар ғой, ойнатып қояды өз ойын. Құла, молодцы. Енді бұл не істейді? Бізді бокс удармен құлата салды, мен тұр кеттім ғой, жат. Қақта мен сестренкам? Наның ішіне қамап тұр. Мен лақтыра салыпты мен сестренкамды. Так, маған тоже перенос берді. Бұл машинасына отыр деп жатыр ғой деймін бізге, я? Так, мына жерден отырдым ба? Жоқ, отырмаппын. Отырдым ғой деймін. Енді не істедім? Қараңдар, бір хикаяның несі сияқты, как будто, я? Сөйте, бұлар да видео түсіріп жүрген дейсің ғой. Так, короче, бізді бокспен ұрды. Үйінен алып кетті бізді. Қараңдар, достар. Блин, ана үйдің ішін көргім келіп еді. Так, мен қорқам деймін сестренкама, ол да мен де қорқам дейді. Так, сонымен бұл бізді уқты қарандаш, больницаға алып келді. Не істейін деп жатыр, бір құпия агент сияқты жазбайды, мүлде смс жазбайды, сұрақтарымызға да жауап бермейді. Мен сестренкам кетіп қалды. Мен чот маған қызық болады, не істейтін достар, қарандар. Мама іздеп жатыр, мама жайына қалды іздеген мамам. Так, нема мен жүре берем осылай? Все, көтеріп алды. Так, не істейміз. Қайға апара жатыр мен, қарандар. Мен ұрып алып неға тексерен жатыр ма? Жоқ. Лақтыра салды. Мына жаққа қуысқа кір дейді, құпия жер бар еді ғой, осындай білесіңдер ме сендер? Так, все, енді мына жерде маған бір фокус көрсетеді, либо құпия бірдеңе көрсетен жатыр ма? Не қылып жатыр, сальто айналып, секіріп. Ал мен де құлайын онда, сен ұқсап. Әшейін өйсті не жатамыз ба, бізді кім құтқарады деп. Әлде мынау мені қылмыскер қылып көрсетейін деп, қазір полицейге алып кетейін деп жатыр ма мені? Қашамыз ба? Ататындар, перенос. Ал. Ой. Наңғара. Наңғарандар. Біз қайда кетіп қалдық? Наңғара. Анау қайда кетті? Мама дегенімші. Мама, наңғарандар. Ана адам жоқ болып кетті. Мен құпия жерді бірінші рет көріп тұрмын, достарынан қараңдар. Мен вроде суда жүрмін. Жүзіп жүрмін. Қарасаңдар, су жоқ, бірақ жүзіп жүрмін. Прикинь? Анау мен бір жерге қалдыр кетті. Офлайн деп тұр бірдеңе. Так, шығатын жері қайда? Анау қақтан шықты. Нау немене? Екі бөлік нау терезе. Так, әр қайсында орындық тұр. Мама, айттым ғой, анау құпия агент па бірдеңе. Так, шығатын жері қайда? Наған кіріп көрейік. Бұнда не бар? Мұнда да жоқ іштене. Қараңдар, әшейін терезе ғана тұр. Так, мені қайқа алып келіп тастады мынау. Так, жоғары жақта шығатын жер жоқ па? Қараңдар, көк бір нәрсе шығады, бірақ жердің астындамын. Прикиньте, құпия жер мынау. Мен сестренкама айтып жатыр, мені құтқаршы, мен құпия жердемін деп жатырмын. Бірақ ол да бұл жерді таба алмайтын шығар деп ойлап тұрмын.
ана жерде лестница тұр, прикиньте, бірақ лестницаға өте алмаймын. Мына қараңдар. Ема, вообще мына жерлерде басып жатырмын, бірақ баса алмаймын. Мен суда ұзақ тұра алмаймын ғой, прикиньте. Қазір өзіме өзім ана адам қақта. Так, тұрыңдар, онда все, паникаға жол бермейміз. Астын көрейік. Осы яқтан жоқ болып кетті ғой жаңа, иә? Так, терезе, мынау ештеңе басылмайды, терезеден өтілмейді. Екіншісіне кеттік, ал екіншісінің ішінде тоже терезе, орындық, терезе. Так, тоже, иә, үшіншісіне барамыз. Қазір бір жерінде бірдеңе бар шығар, көрейік. Зерттеп көрейік. Мына жерге бірінші рет келіп тұрмын, мен если честно. Бұл жерде мүлде білмейді екенмін, құпия жерлерді. Сондықтан шығатын жол жоқ. Онда кеттік, осылай қашамыз үйінен. Так, все, зерттеп болдық. Үшеуіне кірдік, үшеуінде жоқ екен. Ана кішкентай баланы қараңдар, аняқа кетіп баратыр, шаш ұстаған бала. Так, мынау соның никнеймі, дұрыс келе жатырмыз. Так, мына бала может соның агентінің бір адамы, қақа баратыр, артынан жүгіріп барайық. Так, стоп, сен қайда барасың? Үйге осылай кіріп көрмекші ғой ана бала. Так, жарайды. Маған бағана ана әлгі аккаунт, иә, маған разрешение берген. Есік ашық тұр екен. Разрешениені алып тастамаған болса, көрейік, құлттана ма? Жоқ, құлттанды, прикиньте. Мына қараңдар, мен үйдің ішіне рум-тур жасап тастаймын. Давайте, достар, мынандай пентахаусты сендер көрмеген болсаңдар, менімен бірге көріңдер. Ас үй деген өте үлкен тема. Ас үй үлкен болған, маған қатты ұнайды, прям бар ғой. Так, көрейік, мына жағында не бар? Мына жағында жуынатын бөлме, айнасыны жанат, әдемі. Мынау ұйықтайтын бөлмелері, дивандары бар. Қараңдар, жуынатын бөлмесі, ема, күшті, қараңдар. Шкафтарының көбісін, мына жер күшті екен, терраса ма, неменен де шығатын жері бар екен. Так, кеттік, жоғарғы қабатқа барамыз. Екінші этажды көрдіңдер. Так, үшінші этажды қараңдар. Ухты, екі жаққа коридор бөліп тастапты. Мына жағында ұйықтайтын бөлме біреу. Неше ұйықтайтын бөлмесі бар? Мына жақта тағы біреу бар. База жоқ. Мына үйді алып тастамай тұра тұрса екен. Так, мына жағында не бар екен, көрейік, достар, қараңдар. Ё-майо, спорт залы да бар. Күшті, телевизор өте үлкен, террасасы шыққым келеді. Аша алмаймын, бірақ мен оны. Қараңдар, достар, мынау кәдімгі байдың үйі деп осыны айтады, иә? Блин, тағы да қандай үлкен үйлер бар екен, көргімге кетті менің, бар ғой. Так, давайте, люстраны қараңдар, төбеден төбенге. Так, енді не істейміз? Так, давайте мына жақтан отын өшіріп кете салайық. Қазір өткені өртеніп кетіп, тағы да пожар деп үйді өшіріп тастап жүрер, иә? Мен деген рум-тур жасап болмадым әлі. Мына не бар, мына кіріп, жоқ, мына жаққа кірдік қой. Уже шатасып жатырмын. Астына түсейік, кеттік. Мынаның астына түсейік. Бірінші этажға түстім. Бірінші этажда не бар екен? Так, жоқ, тұра тұрыңдар. Мына бала мына тұр ғой. Мен так, мына уже гараждар екен. Мынаны қараңдар. Ема, ана жағда онда гараж ғой. Явно, ана қарасыңдаршы, пустой болып тұр. Так, все, кеттік. Мына үйден шығайық. Әлгі адамды табайық. Мені не үшін ана жаққа қамап жатыр? Мынаның есігін жауып кете салайын. Все, ана бала кіргісі келіп жүр ғой. Так, скейтбордқа мініп алайық. Ухты, бір қыз келді. Жарайды, кеттік. Үлкен үй кімге болсын қызық қой, достар, маған да қызық. Ухты, қараңдар, музыка. Иә, музыканы дауыс шығып жатыр. Мына екі қызды қараңдар. Ой, машинасын қараңдар. Дерзкий машина, әппақ қойып тастапты оны. Мына бала менің артымнан неғып қалмай жүр. Мына қараңдар, әдемі киіммен қыздар жүр. Мына бала неғып артымнан қалмайды? Не істеп жүр? Подарка бергісі келіп жүр ма? Жоқ. Ол мен пайдаланғысы келіп жүр, ана үлкен үйге кіріп, сояқта тұрғысы келіп жатыр ғой деймін, по-моему, бар ғой. Жоқ, ой, великке мініп аппын ғой, скейтбордқа мінем мен. Так, кеттік, әлгі адамды іздейміз. Чо-то маған қызық болып кетті, бар ғой, мені неге құпия жерге апарып тастады, өзі кетіп қалды. Так, мен вроде оған кедергі жасамадым. Так, қай жақта, ана үй әлі тұр ма? Все, тұр екен, может үйіне келді, үйінен көрейік. Мына екеуі тұр. Бұлар английский сөйлесіп жатыр. Машинасы тұр екен, келіпті. Кіре салғам, жақсы болыпты. Есігі ашық? Неге ашық есігі? Так, шығындар, есік жауып кетейін. Эй, бам беріп тастады маған, достар. Жынды ма? Өзі бағана разрешение беріп еді ғой. Блин.
Жарайды, енді басқа нәрсе түсіреміз, достар. Достар, сендерге қалай бұл пентахаусты сендер де бірінші рет көріп тұрсыңдар ма? Әлде бұрыннан көріп пе едіңдер, жаңағы құпия жерді білесіңдер ма, жоқ па? Давайте комментарийға жаза кетіңдер. Және де міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңдар, тағы да қызықтар болады қазір. И лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңдар. Так, мынаны қараңдар. Келді. Ема. Мына жерде тұрғаным жақсы болды ғой. Мына жаңағы адам ғой. Давай, енді бұл қайқа барады екен? Фук. Опа, мен оған айтып жатырмын, маған біреу бам берді деп. Бұл осы шығар бам берген. Так, тағы да пентахаус алайын деп жатыр ма? Не істеп жатыр? Бонус қой. Осы ғой жаңа мен не алған. Үйіне пентахаусқа разрешение берді ғой, сосед берді ғой маған. Мына қараңдар, басқа бірдеңе құрды. Тұра тұршы қасқа, көрейін не екен. Мама. Мына қараңдар, достар. Ема. Үлкен түрмеге әкеп тастады мені, прикиньте. Өзін істейді, өзі кетіп қалайын деп тұр ма? Ема, достар, үлкен түрмедемін. Блин, бәсе, на түрмелерді көрем да видеолардан. Бірақ бұл түрмен Брукхевен жоқ қой десем, сөйтсем ол осындай создавать етілетін нәрсе екен ғой. Отыра алады екен ме еще. Так, шығатын жер қайда, побег жасап тастамаймыз ба? Ішін көргім келіп баратыр мынаның. Так, бірінші жаңағы не киімізді ауыстырып алайық. Так, мынау емес. Міне тұр екен, оранжевый. Так, все, артық заттарды алып тастайын қазір мына жерден. Так, шашым тұра берсін. Так, мыналарды алып тастаймыз. Ремень, очки, панда. Все, бәрін алдым. Так, мынаны алып тастай салайын қолымдағыны. Ема, нағаранды достар, күшті. Так, сонымен мына жерлердің ешқайсысы ашылмайды, иә? Басыңды істет, не істеймін. Анау жоқ, иә? Давайте қапшықты алып көрейік осымен. Так, давай. Қап, блин, стекло жақты көрейік. Давай. Блин, ашыл. Ема, ашылып кетті, достар. Базар жоқ, мынаны қараңдар. Коридор. Мына жақта асхана дейді. Асханасын көрейік, давайте кеттік. Өседі бабаның туы. Асханасы ондай қатты күшті емес екен. Қап-қараңғы екен. Мынаны қараңдар, суға түсетін жері бар екен. Мынаны қараңдар. Қанша бар? Бірінші, екінші, 3, 2, бірінші камералар. 8-ші камера, жоғарғы қабатта да камера бар. Мынау кітапхана. Түрменің ішінде жағдай жасалып қойған ба, таптаса. Опа, кеп қалыпты ғой. Маған бам беріп тастамасын. Сосын аралаймыз қазір, анадам кетіп қалмаса, астына түсе салайын. Мені іздеп жүр ғой деймін, бара салайын, иә? Опа, ананы. Давай, кір, қазір бам беріп тастамасын. Все. Мен бармын. Міне, осы жата салайын. Шығарып жермесін мені. Все, мен шықпаймын, отырам осында. Мама не істеп жүр? Жарайды, болды. Кетті ма? Кішкене күтейік. Сосын қайттан шығамыз да, ішін аралаймыз, рум-тур жасаймын, достар. Күшті. Үстінен шығасың ба? Иә, қарасатындар. Мына жақта жүрді, мына жақта құпия жері бар ма не? Секіріп көрейік. Бірақ секірдім екен. Мына қараңдар. Осы жерге келді, значит, мына жерде құпия бірдеңе бар шығар деп ойлап тұрмын да. Жарайды, кеттік. Дальше неғылайық, қапшықпен алып мынау шары бар бала ғой, мынау жаңағы. Екеуміз қамап қойған болсын да? Әлде мені ғана ма? Короче, достар. Екеуін қамап қойған, екеуінде. Жоқ болып кетті ана адам. Күшті ойнап жатыр едік. Енді ана түрменің ішіне рум-тур жасаймын дедім, бірақ болмай қалды. Так, сонымен дальше кеттік. Болай болса, өзіміз ойнайтын болып қалдық қой онда. Мына қараңдар, мына жақ не болып жатыр. Так, мен отбасы іздеп жатырмын. Әдемі. Сонымен жаңағының біраз жер көрсетіп тастады бізге, бар ғой. Так, сонымен папа іздеймін деп мен қайттан кірдім. Бірақ бұл жолы басқа серверге кірдім. Так, сонымен мен папа іздеймін, мен деп жаз деп ем, бірақ ешкім жазбай жатыр. Пока что күтеміз жазғандарын. Мынаны қараңдар, бомждың үйін қараңдар. Мынандай үй қоюға бола ма не? Ішінде біреу бар, прикиньте. Мына қараңдар. Құдай-ай, мәз болып жатыр ғой мынауың деген. Жарайды, пока. Папаны таппадым, сондықтан біз қазір сестренкам екеуміз үй тонайын деп жатырмыз. Қараңдар, мотоциклмен екеуміз кетіп бара жатырмыз. Прикиньте, қараңдар, Аси қайда, мен қайда деген сияқты. Так, в общем, осылай. Біз жатып мотоциклге мінсең көрінбейді екенсің. Сонымен кеттік, ал көп үйді тонамаймыз, бірақ бірнеше үйді тонаймыз дейді. Ішіміз пісіп кетті, не істейміз енді? Ойбай, тақта не дейді? Кірмеңдер дейді.
үйден әйтпесе бам береміз жосып қойған. Мә, ана қараңдар, кіруге болмайды дейді, бірақ біз әрине кірдік және де ақшасын алдық, қаштық. Бірақ балалар шын өмірде ешқашан біреудің ақшасын ұрламаңдар. Бөтен өздерің танымайтын адамдармен бірге кетіп қалмаңдар. Қаншалықты қауіпті екенін сендер өйткені білмейсіңдер. Ой, біреу келді. Үйдің егесі келді ғой деймін. Қаш. Үйдің егесі келді ғой деймін. Асима, мотоңды алсайшы, қашсайшы. Ой, жоқ, мыналар бізді қумайды, прикинь, бізді қумайды. Аси, мені күт. Аси. Ой, Аси қайда? Аси не істеп жүр? Ха. Типа, біз тонаған деп күліп кету керек қой, обязательно. Жарайды, бұл үйден кеттік, басқа үйге барайық. Так, қай үйге барсақ екен? Асиді жоғалтып алдым, сестренкамды. Асидің да несіне логин тастап, деппін ғой. Парақшасына, то есть, подписка жасап қойсаңдар болады. Так, мынау сейф. Үйде ешкім жоқ, прикиньте. Бабах. Все. Ай, блин, ана ертерек бассаң алып үлгермейді екенсің ғой. Ема, адам егеп қалатын болды ғой қазір. Так, бабах. Все. Ақшамды алайын. Кеттім. Бірақ мына жерде қаттандай бір қиын немен кіріп жатқан жоқпыз. Онша қатты қызық болмай кетті. Тонау бар ғой. Сондықтан тонамай, ой, біреудің үйі өртеніп жатыр. Тонамай басқа бірдеңе істейміз ау деймін. Ай, мен деген папа таппай кететін болдым ғой мына өмірде, достар. Өмірде деппін ғой, ойында да. Так, күтеміз. Так, маған біреу жазды. 24-ші дом деді. Семен деген біреу екен. Ойба, 37-те мен папам. Папа, привет. Так, заходи дейді. Кірдім. Көрейік бұның қандай папа екенін. Так, бірінші сосед сұрап алайық. Пап, дай сосед. Доброе утро дейді. Дал уже дейді. Окей. Саған да доброе утро, папа. Біреу келді біздің үйге. Кто это? Пап, мен қазір есік ашып келем, күте тұр. Ой, кетіп қалды. Робот бас біреу. Робот несін істеп алған. Так, где дейді? Мен қайдан білеймін? Папа, где мама? Давайте. Чо дейді маған. Чо деп тұр ғой. А че так грубо, Семен, братан? Так, мама қайда сомен? Мамамыз қайда? Не деп жауап береді екен? Бұл поэзия өзіне жонышқа іздеген жоқ қой деймін. Так, сонымен Семен, прикол. Навстречу дейді. Без меня кетіп қалды ма деп енді. Менсіз кетіп қалды ма мама подружкасына деп жылаймыз. Мама папамызды тығырыққа тіреміз. Екі аяғын бір етіп кетіп қаламыз. Ой, бұл. В общем, жарайды. Папа онда екеуміз бүгін қыдырайық деп жатырмын. Папам не дейді екен? Бұзық қыз болайық та енді. Апайдасайшы. Все, бітті, папа бізді қыдыртамын деді. Ты супер папа деп жатырмыз. Папамызды мақтап қояйық. Так, Глеб, тамақ ішеміз кеттік, братишка, отыр. Бұл не отырмай тұр? Бот па немене? Немене бәле? Все, тамақ ішеміз. Тұра тұрыңдар. Нема біз су жоқ па, су сұрап көрейінші, а то қақалатын сияқтымыз ғой қазір. Бар дейді, кушает дейді. Глеб тамақтанып жатыр, ням, барлығы дамды, папа, thank you. Глеб ыдыс жуып жатыр, не деген ақылды жігіт мынау деген. Сонымен достар, сендер маған папа ізде деп едіңдер, мінекей мен өзіме папа таптым. Бірақ андай папа болғанда ғой, жаңағы вип несі бар ше. Сонымен кеттік. Мен айттым, салонға барайық дедім. Сөйтіп маған папам айтады, қазір бір жерге барамыз, отырыңдар деді. Короче, Глеб екеуміз отырғызып алды. И қай жерге апаратын қазір көрейік. Так, блин, бізді школаға кеп тастады. Мен университетке барам деп жатырмын. Осында бар дейді ғой, папа, жоқ қой. Блин, ладно, қазір біз қашатын боламыз. Глеб екеуміз қашып кетеміз. Я? Тұра тұрыңдар, мына екеу менсіз, теперь можно дейді. Мен сіз қыдырайын деп жатырмай не екеуі? Мен көріп тұрмын дейді. Мен... жоқ, мектепке барыңдар дейді. Жарайды, кірдік папа, мені мектепке кірдік. Типа мектепке кіргенде болайық, папамыз әлі тұр, ана екеуі әлі тұр бар ғой. Мен қалдырып кетейін айтқан жоқ па осы? Так, терезеден көрініп қалса, мен есе что өтірік сабақтам. Тұра тұрыңдар. Папамыз кетіп баратыр. Көрдіңдер ма? Папамыз Глеб әлі тұр. Осы мен сіз бірден істеп атқан жоқ па? Барып келеші кәні. Глеб, папа кетті ма десем, бұл, давай қашып кетейік деп айтайыш, давай қашып кетейік. Братишка, ой, жоқ, қашпайын дейді, жарайды. Қашпасаң, қашпа. Мен онда өзім кеттім. Сабақтан қашам.
негізі шын өмірде сабақтан қашпаңдар балалар, оқыңдар. Бұл просто Брукхейвенде ғой қашып жатқанымыз. Апай жоқ, оқушылар жоқ, ішің пысады. Так, в общем, мен скинімді ауыстырып жатырмын. Ұлдардікіне қазір мені папам іздей ма, жоқ па тексеріп көретін боламыз. Басқа істейтін түгі жоқ, енді ішім пысып кетті жаман. Так, все, сонымен мен ұл болып кеттім, қараңдар. Мен скинімді қанда. О, папа кепті мектепке. Біреу өзіне жігіт істеп жатыр. Ой, Аллай. Так, тұратындар, неқта кім бар? Неқта менің сестренкам іздеп жатыр, тәтеу деп. Бірақ әрине біз оған қасынан қаш кетеміз, өйткені менің үстімді басқан кезде қазір менің аккаунтымды көрініп қалады. Сол үшін так, папа мамамыз не істеп жатыр екен? Ой, папа мен інім не істеп жатыр екен? Так, мына жерде тығылып тұрайық. Ну, пойдем дейді. Ой, бо. Так, ну пошли домой дейді. Все. Мені кетем дей ма? Иә, мені қалдырып баратыр. Мен де арттарынан қазір көрейік не істейді екен, қақа барады екен. Қыдыруға барған ба не мыналар? Ба, қараңдар, менсіз қыдырыпты екеуі. Ема. Бұларды ма, мені сатып кетті. Блин, жарайды. Сонымен олардың қызы болмайтын болдым, қыз достар. Менсіз қыдырып жүр, мені мектепке қалдырып кетіп екеуі деген қараш мыналарға. Так, ой, машина. Так, мектеп жаққа барайық, не қызық болып жатыр екен мектеп жақта. Так, мен сестренкам қайда? Сестренка. Жоқ, кетіп қапты сестренкам, қараңдар, жаңа ішінде тұрған сияқты еді. Так, ол 23-ші үй екен. Все, окей. Жарайды. 23-ші үй болса, менің үйім жаңа 24 еді ғой, иә? Мына екеуін істеп тұр. Я тут дейді. Все, жарайды. Онда біз не істейміз? Папама барайын мен. Папаларым үйіне барған шығар. 24. Ой, все. Опа, міне Глеб жүр ғана жерде. Неғып тұр мынау? Ой, қараңдар, неғып тұр? Бөпе, немене көйлек киіп алған бөпе дейін деп атсам, ұшып жүр ғой. Мына бөпені көтеріп алайын десем, көтеріп ала алмайды екен, жарайды. Так, я у дома дейді, мен үй жақтамын дейді ғой мынау. Мен сестренкам қайда? Папам үйге келмеген ба не әлі? Тут, папа. Яқта сестренкам мені тұр, мені сестренкам менің. Так, өзіне дос іздеп жатыр екен. Жарайды достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Брукхейвенде Жуканай осылай жүрді. Пока-пока.